айтқан екен, ақталған ағарманның үміттері қашан көрсін жүректің күліптегі, қаумалаған ағайын аман болсын торғайынның қызбенен жігіттер деп мына жастарға бір қошемет шақырып ой берекеті жақсы болды, теріміз тақап қалды. Шынымен де жаңа апаларымыз шығып отыр ғой, бүгін Арқалық деген аты ғана болмаса бәріміз де торғайлықтар екенбіз, осы жерде жүрген. Ал енді мынау тілектерімізді жалғастырып отырайық. Мынау Тұманбай Молдағалиев деген ақынымыз айтқан екен, ал бүгін тіпті басқалау, әрқайсымыз өзімізше жасқамау, жылына бір қосылады басымыз, соңғы кезде не болып барады досталау деп. Сондықтан да мына сіздердің қошеметтеріңізбен бүгін осы балаларына деген ақ тілектерін білдіруге келіп жатқан осы бай қосынан бір топ әке-шешелеріне тілек кезегінде өтпайған екен құрметті қонақтар. Әке-шешелері Орынбасар Салтанат, Сәрсенбай Ләззат, Бораш Ардақ, Тасқын Биғат, Әкірам Дәрия, Серік Ажаргүл, Көкшебай Күлшира дейді кіндік шешесі, Қаратай Ғалия, Амантай Гүлбаршын, Темір Гүлбарам дейді, Шебер Күлғат, Қуаныш Өріскүл, Жаңылсын, Жамал, Зәуре, Гүлжихан, Гүзияш, Сәкен, Сайрангүл дейді. Осы есім аталған балалардан әке-шешелер сіздердің қошеметтеріңізден ортаға шықпай керек. Қошеметің болыңыздар. Шапалақ қоймай керек. Қошемет. Барлықтары шықтыңыздар ғой, ешкім қалып қойған жоқ па? Қалған жоқ па? Әйтеуір ренжімеңіздер, мына қазақта айтады ғой, тілектің өзі бұда бір ажал сияқты деп, біреуге ерте, біреуге кешке дейді. Бұған енді ренжімесіздер, басыңызда сөйлеп, сонда сөйлеп қалдық деген болмасын деп. Ал енді араларыңызда үлкені. Ағамда холодильникте сақтаған деп жас көрінеді екен. Ал мынау әдейі бүгінгі болатқан қуанышы заман болсын, екі жас бақытты ғұмырлы болсын, осы балаларының қызығын көріп, айналарының бай болды. Мынау отан тіккен шаңырағының іші жанға сыртым алға болсын. Аллада қалап қуанышты ойнаймыз. Мынау келіп отқан құдалар, құдағилар, қуаныштарыңыз балалардың қызығын көріңіздер. Екі жаққа мейірімді болыңдар. Халықтың елдің баласы болыңдар. Аллада қалап қуанышты ойнаймыз. Әлия, тойларыңыз құтты болсын. Келіп отырған жаңағы отан құда-құдағилардың жолына гүл бітсін. Байғозы айналайын балам. Жазғы қолыңа ақ құс қондырып отыр екенсің. Бақытты болыңдар. Бірге қайтайындар. Мынау сюрприз жасап отыр екенсің өзің туған күніңе. Келесі жылда сюрприз жасап беріңіздер. Той боласың. Әлия, көрші болдық торғайда. Балалардың қуанышы құтты болсын. Бүгін торғайдан келіп жатқан жерлестеріме бәріне де қуаныш болсын. Байғозымен сымбатқа жүрген байғоз енді менің қайынапам кіндігіңді кескен екен, Гүлжоқардың тұрған туған сіңілісі. Өзі Әлия Гүлжоқар өзі кие Алматыдан алыс жол болғасын. Сосын Әлия бір жағынан көршіміз, бір жағынан осы кіндік апасы деп солай естеп отыр. Туған күні құтты болсын. Осы қанша жыл екен білмеймін, неше екенін айтып отырса. Мың баланың кіндігінде деп сол апай өзі талай істеді ғой, торғайлықтар бәрі. Қуаныштарың құтты болсын. Аңгесендердің қуаныштарын да әлі сыйласа берейін. Сыйласып жатырмыз сол баяғы торғайлардан. Әлия, құтты болсын той, жағынан болсын, немерең көп болсын. Осы балалардың қызығына тойма, ортасында жүре бер. Ал балаларың байғозы сымбат, көтеріп отқан шаңырақтарың биік болсын, босағасы берік болсын.
іші жанға толсын, сырты малға толсын, бақытты болыңдар. Еңбектің табысынан көріне беріңдер, биіктер. Бақытты болыңдар боталар. Құдалар қадамдарыңызға гүл білсін, екі жаққа жастар бақытты болсын, мейірімді болсын. Той болсын әлия шаңырағыңызға. Әлия, қуанышың құтты болсын, балаларың бақытты болсын, құрып атқан шаңырақтары биік, босағасы беріп, өзің ауырмай сырқамай балалардың қызық қуанышын көріп, осылай жүре бер, ортасына немере сүй, шөбере сүй, сол биік болсын, өмірде бақытты болсын. Осы баланың қызығы ортасына жүре бер. Ой, бәрекелді. Апасы бұл көйжан күтті даусын шықпай жатыр. Бәрекелді, мінекей, байғозынан әке-шешелері ғой. Не деген тамаша тілектер. Қошеме тұрып қойып, мінекей. Бәрекелді. Қосаға түсіп алыңыздар. Мына енді байғозға риза болып отырмын. Экономичный жігіт екен. Туған күн мен тойын бір-ақ күнде атып жатыр. Ендігі жылы шілдеханамен қосып жіберемін деп отыр. Көрдіңіздер ме? Шығын жоқ, артық шығын шықпай, бірақ. Ал енді фотоға түсіп алыңыздар. Әлі апа ортаға түсіп. Ай, бәрекелді. Қарындасым бір жастырайын деп жатқанда бүйтсің ғой, қолыңды бүйтіп жатыр. Ал енді біздің енді әке-шешелер бір тамаша, жақсы бір би билейік, бір музыка қоссаңыздар деп отыр. Сондықтан да әке-шешелер тілектерін атқаннан мына бір тамаша жақсы әнді қабыл алыңыздар. Барлықтарыңыз көңілді ортаға шығып би оқылайық. Кәне! Міне отырыңыздар. Етеген билер, рахмет, тамаша жақсы билер. Ал енді мына
Құрметті тойға жиналған қауым, бәрімізде орындарымызды жайғасайық. Иә, енді бұл енді торғайда андай 4-5-ке дейін беретіп жүре алмаймыз. Яғни ограничение кейін 12-ке дейін көрмейді. Апа, немереңізді таптыңыздар ма? Апа? Ой-бай, мына роз болып атыр далада табылмай асқара. Жақын кәпе жоқ па? Жоғындық кеткенше төлей берейік деп. Бәрекелді, қалайда құрметті қонақтар жаңа айтып атып қой. Мына қазақтың тойын өзі бұда бір индийский кино сияқты ғой. Бірінші дастарханымыз ет болса, екінші дастарханымыз шай болады дейміз. Сондықтан да үлкен асымыз енді бір тамаша ақтия келіп отыр. Содан ас қайырып, орнымыздан тұрып антракт жасай жатармыз. Ал енді келесі тамаша тілегімізді мынау енді сонау торғай елінен ат терет келіп отқан осы байғозы тойына ас салсайық деп сіздердің мынау қошемет шапалақтарыңызбен осы 2 жасқа ақ тілегін білдірсіздер. Сонау торғай шаһарынан келіп отқан бір топ көршілер келіп отыр екен. Сонау торғайдан сол кісілерге бір шапалақтарыңызбен тек кезең беріп қойсақ, құрметті қонақтар. Торғайдан келген көршілер дейді. Берік Жұлдыз, Жұман Клара, Олжа Күлшира, Рақымжан Сәуле, Серікбай Бәтима, Серік Әсия, Ақмаржан, Нағашбай Ажарқын дейді. Және де сонау торғайдан келіп отқан анасының әріптестері дейді. Алмагүл, Роза, Ерлан Сайрангүл, Тұрғынбай Лиза, Ақбота, Гүлайдар, Қалден Қарлығаш дейді. Осы есім атаудан торғайдан келген көрсетеді бар. Қошемет шапалақ қойын! Ортақ шапалақ керек! Ой, берекелі! Ой, бәрекелді. Көршінің қызы керемет еді. Әкесі оны жақсы адам, шешесінен ничего деп көршілерге бір қошемет шапалақ қойыңыздар. Бәрекелді. Айтады ғой, сағынысып бір-бірін әркез іздеген, кездескенде бір-бірінде сіздеген. Енді тілекті көршілерге берейік. Көрші үшін намазды бұз дегенде торғайдан келген көршілерге қошемет шапалақ қойыңыздар. Әлия, Нұрлан, байғозының шаңыры күтті болсын. 2 жас бақытты болсын. Ол жаққа да, бұл жаққа да, бүкіл халқына да мейірімді болсын. Әділ азамат болсын. Тәрбиелі, екеуі де жақсы жерде балалары ғой, тәрбие біздің мынау. Сымбаттан қуғанда құдамыз біз. Кімге байғоздан қуғанда көршіміз әрі әке шешесі сияқты бір көшеде осы байғоздың кішкентай кезінен бірге жүріп, оның тәй-тәй басқанда дейін көріп, сымбатты екі баласының екеуіне куә болдық. Жақсы көршіміз бір ауыз қатты сөзге келмеген, сыйласып, ағайындай болып кеткен адамдармыз. Сол үшін осы тек қана байғоздың тойына осы бір ауыздан жиналып, бір адамдай болып келіп отырмыз. Байғоздың кісі түсетін отбасы болып, мамаларыңа қызықтарыңды көрсете беріңдер, сымбат екеулерің, аналарыңды сыйлап, өткенде үлкенді сыйлаған адамдар еш уақытта жаман болмайды. Бақытты болыңдар, бақытқа бәрсе. Құрметті ағайындар, өзім мынау жастың бойы ғой, келіп отқан құдалар, сапарлары оң болсын. Шымжылып қойып өте, құдалар кеттеген еді. Қыз әскерден кеттегенде. Мен өзім елді қыз әскерлікпін ғой. Ал енді құдаңыз, Әлия, менің туған башам. Адам отқан қарлығаш балдызым, қайырып болған, өтен болмайды. Анау мергендер балдыздарым отырған. Келін алып атыр Әлия дегенде, мен өзімде қуандым. Өтен жүрек келмейтін. Енді Әлияны мен бас аяғы 15 жылдай білемін. Өйткені біз тарих тәріден бастайық.
2003 жылы Торғайда құлап қалған интернат ашып, ауданның әкімімен оқу бөлімі. Сонда интернат ашты. Сол интернатта қазір көріп отырған жоқ, сонда жоқ. Марқұм болған интернаттың бастығы Айтбайдың Ерланы болды. Районның бастығы Қаратай болды. Сонда мен Запқұл болдым. Сонда Әлия үйге жұмысқа келді. Содан туған қызымыздай, туған қарындасымыздай сыйласып жұмыс бастадық. Сонан кішкентай балалары еді, қазір 14 жылдан бері өскенін біліп қалдым. Бүгін үйленіп отау құрып жатыр. Байқозы құрған отауың құтты болсын, қосағыңмен қосағар. Әкең, әжең көрмеген жас сендер көріңдер. Бақытты болыңдар. Яңғыз өз әкесі емес, менің екінші әкесіем бар. Бала өтем сымбат. Өтем болмадың ғой, адам өзі яқыны көрген кезде бір қуанып қалады ғой. Өтем бала емессің. Мамам маған балыз болғаннан кейін сен менің баламның бөлелерсің. Қуаныштарың ұзағынан болсын. Енді әрірек айтайын дегенім, сол енді балдар кішкентай ғой. Сонда Әлия келеді. Аға, ең болмаса шыңға ғой сөздің. Бір уыс кәмпит аламыз ғой. Ол кезде балдар кәмпит жейді ғой. Сонан біз туыстап кеттік Әлиямен. Оның берілді айтайын дегенім, осыны бір азандай қысқы жіктер жинадық. Неді сатан кешен көрдің. Сайран күлдір, Әлия тұр. Қайда кетті? Роза бар. Енді біз өзіміз ойлағанбыз. Бөлек бір ұзын мектебінде бұлай кішкентай азғантай болса да енді жоқсыз кезде аздап сондай бірге жұмыс жасадық қой деп бөтен емес көршіге қосып жатыр. Мен енді қазір Торғайдың көршісін арқалап тұрамын ғой 10 жыл болды. Сонда әйелі бәрі қатар тұрамыз. Мен асы кетпеген екен, сол арамыз 100-200 метр ғана. Бір жағдай болса барамыз, туған ағасына бір қағаздар жұмсайды, анау дейді, мынау дейді. Әйтеуір осы Әлиядан құтылмасын, Торғайдан қашып кетпедім, осындай келді. Осы тойға хабарды бір ай оны беріп жүріппіге. Және телефон звондайды, аға келесің бе жоқ болды. Біз күткен адам сиятымыз, туғандаймыз. Сенағаның рахмет құтамыз. Енді мынау балдардың туған отауы бүкіл елге жайып, қайдасында біз жанұя қолға жатыр ғой. Бақытты семья болсын. Беріп отыр 2 жасқа. Мынау махаббаттардың мәңгілік болсын. Бәрі қазір айтқандай берік болсын. Алдағы уақытта бір кішкентай үйлерге серік болсын. Құрметті мынау Әлияның, Қуанышбай ағамның ойларына жиналған қауымға бір Әлияның көршісі ретінде өзімнің тілегімді білдіріп жүрейін. Кішкентай байқалет Әлия апай осы қазір сіздерге өрісті кеңітіп жатыр. Мынау келіп жатқан құдалар енді соларға бәрі де екі жаққа да осы сыйлы құрметті азамат болсын деп байқозы мен сымбат екеуіне бір игі тілегімді білдіремін. Әлия апай осы шын жүректен сол мәселе той деп қуанышымызды бірге бөліспесе, көршің жақсы болса да жаман болса да көретін адамның күнде осы сияқты Құдай көршіңіздің намазыңды өз деген сияқты соған келіп отырмыз. Мына көршілер ат терлетіп сол Әлия апайдың мына сыйлығын да құрметін деп игі тілекпен әңгіме айтамын. Енді мына басқа айтқан азаматтарымыз айтып қалған кісілер ұялтау дейді. Қалдарыңға амансыңдар бәрінде. Қуаныштарың бәрінде құтты болсын. Нұрлан, Әлия, қуаныштарыңда аман болсын.
мына Байбол баяғы менің атамның баласы. Атамның кішкентай кезіндегі атамның екінші баласы. Мен не себепті келді деп ойлайсыздар, мен туыс емес қызларға. Бірақ бұл көрші есебінде келсін. Аяғы Байболдың менің атамның баласы. Атамнан қалған, атамның естіген сөзімді соны Байболдың құлағына құйылды бәрі. Туған күнің құтты болсын балам, қуанышы ұзағынан болсын, қуанышынан қуанышқа жете бер. Құрметті Байболсыңдар, тойларың құтты болсын, қадамдарыңа гүл бітсін, отауларың құтты болсын, семьяда бақытты болыңдар. Енді мамам мен өзімнің атымның көрші және құрдасым есебінде атаның сыйлығын қабыл алыңыздар. Алдында енді Әлия Бәленбай жұмыстас болдық, интернаттың атынан бір шығаруым керек еді. Қандай болған адамдармыз, мысалы интернат ұжымының атынан сыйлығымыз бар, соны қабыл алыңдар, балалардың бақытты болсын. Бәрекелді, бұларны сол сыйлықты күтіп тұрып ханадан бересі. Ай бәрекелді, көршілерді әлемамыздың неке әріптестен бір қошымыз өтпай бәрекелді, недеге тамаша тілектер. Рахмет, сама Торғайдан ат телеттіктер, тамаша тілектеріңізі бітіріп жатсыздар. Әттен торғай емес, төртке дейін жүретін, әйтпесе сөйлей беретіндегі асықпайды. Ал енді мінеке, құрметті қонақтар, енді шамал тырыс сақтап, бүгін осы тойымыздың, үлкен асымыздың ас қайрат жастарға деген ақ батамызды берейік. Айтады ғой, қазақта бата төрден дейді. Қариялар батасын береді екен, бата деген ақ тілеу керек екен. Жақсы сөз, жақсы тілек ізгенен ұрпақтарға жалғасып келеді екен дейді. Сондықтан да осы үлкен асымыздың ас қайру бата рәсімін осы әулеттің үлкені Садық ақсақалымыздан елемендеп батырсырайық, құрметті қонақтар. Ол жарасып жоқ құдіреті қасиетті Рамазан айында болып жатқан екі баланың тойын өмір жасын сағып, не берсе қайырын жақсы көрсін. Тәңір бірген есілен тепкілесе кетпесін, о шетімен бұл шетіне шырқыраған оқ жетпесін. Адам қапақ айтқада айтып айтса да жерім. Адам берді бата, рахмет сізге ата. Келесі тойда кетіп қалмаңыз, сау болыңыз, бақа деп неге Садық ақсақалымызға той иелері шапан жауып жатыр. Қошемет оқып қойыңыздар, құрметті қонақтарымыз. Тойға жиналған қауым мінеке үлкен асымыздан ас қайырып жастарға деген ақ батамызды бердік. Ал енді қазақша үзіліс, орысша антракт дейміз, әр таман үзіліс жасаймыз, құрметті қонақтар. Барлықтарыңызға көңіл тамаша бәрекелді. Ана енді бүгін той болғаннан кейін жақсы билеген кісілерге де тойлар әдемі сыйлық дайындаған екен. Құда келіңіз керек. Аға, шашын ағырған адамның жасарғаны дейді ғой деке. Осы тойымызды сәтін келтіріп, жақсы үйлеп жатқан деке. Жана құдаларымыздың біріне тойлар атынан ертең құдағүймен отырып шай ішесіз деп, аз да болса да көптен көріңіз деп, мына бір тамаша сыйлығымызда қабыл алыңыз бар. Қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Және де мына жерде жаңа апамыз жүреді бір жақсы билеп. Мана туысымен қазір көрсін деп бір сөз айтқан ғой соғысы. Апа келіңіз. Ой, апам арнап мінекей. Құдағыз билеу қайда? Ой, бәрекелді. Қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Бәрекелді. Және де мынакей қарындасым не қарай келсеңіз. Мына енді жастар енді көбісі қол тимей жатыр. Әлемді фотосессия болып жатыр енді ол. Мына енді жақсы билеп, өз ғана емес, баласымен қосылып, семейный подарок жинап жүріп ол кісілерді. Мына бауырымға жақсы билеп үшін сыйлықты қабыл алыңыздар дейсіз. Кішкентайға, бесін бетір олған. Бәрекелді, ал енді осылай тамаша сыйлықтарымызды көңілдірек ортаға шығып билеп отырайық.